Ассалаумағалейкум, сіздермен керек дерек арнасы. Елімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты берілетін жәрдемақы 42.500 теңге. Аталмыш жәрдемақыны алу үшін берілетін өтініштің онлайн жеңіл формасын осы видеода көрсететін боламыз. Телефон арқылы Еңбек.kz порталына кіріп, о жердегі «Отправить заявку» батырмасын басамыз. Ссылкасы видеоның астында. Осындай міне заявка на получение пособия деген шығады. Бұл жерде жоғарыда бәрі жеңіл, бәрі өте түсінікті деп ойлаймын. Жоғарыда ең енгізіледі, астында жұмыс істейтін, мемлекеттік жерлерде қызмет ететін адамдар үшін бейін көрсетіледі. Болмаса самозанятсыз болса, тек аты жөніңізді жазасыз. Счет в банке деген бар, KZ-пен басталатын сандар. Оны қазір видеоның соңында көрсетем, қай жерден көруге болады. Регион, адрес прописки, имейл, және мына жерде даю согласие дейсіз де подать заявкуды басасыз. Өте түсінікті және жеңіл деп ойлаймын. Банк счете өте жеңіл деп есептеймін. Каспи приложениесіне кіріп, мой банкқа өтсеңіз, мой банкта Акарти Каспи Голд деген шығады. Сол батырманы басамыз. Кейін ішінде реквизиттер деген жоғарыда тұрады, және сіздің счетыңыз. Видео пайдалы болса, туыс-туғандарыңызбен бөлісіңіздер. Біздің арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Ассалаумағалейкум.